Ассалаумағалейкум. Еліміздің бас арнасының тікелей эфирінде кешкі жаңалықтар. Студияда мен Бауыржан Бақытбекұлы және суд аудармашы Самалжан Темір. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев төл мерекелері қарсаңында еліміздің әйелдер қауымы өкілдерімен кездесті. Көктем шуағы деп аталатын дәстүрлі жиынға экономиканың түрлі секторларында, мәдени әлеуметтік салаларда және мемлекеттік қызметте табысты еңбек етіп жүрген қыз-келіншектер қатысты. Жалпы Қазақстанда қазір 9 миллионнан астам әйел бар. Олардың басым бөлігі денсаулық сақтау және кәсіпкерлік салаларында тер төгіп жүр. Кездесуде елбасы мемлекеттік саясаттың басым бағытының бірі әйелдердің әл-ауқатын жақсартуға бағытталғандығын айтты. Түрлі отбасылық, балаларға арналған бағдарламалар іске асып жатқандығын еске салды. Президент Қазақстанның барша әйелдер қауымына бақыт, денсаулық және бақ-береке тіледі. Міне берілетін жәрдемақылар да жыл сайын әйел біздің бүгінгі болмысыңызда алтын қазығы болып саналады. Шаңырақтың сәнін келтіріп, бала тәрбиелеп жүрген келіндер де қазіргі қоғамның қызметшілері. Ханымдар үйде отырып-ақ ел мүддесіне қызмет етуге болатын терең түйсінуге тиісті. Ардақты ана елдіктің негізі, парасатты перзент мемлекеттің келешегі. Сондықтан ана мен бала мәселесі ешқашан біздің назарымыздан тыс қалған емес. Осы көктемнің алғашқы күндеріндегі осындай керемет әйелдерге, аналарға арналған мерекемен барлық біздің отандас қыз-келіншектерді, аналарды, әжелерді құттықтаймын. Бұл дәл осы мерекеде мен елбасының қабылдауында болып, оның қолынан гүл шоқтарын алып, ол кісімен бірге шәй ішіп, бірге әңгімелесудің өзі үлкен бақыт. Шетелдік сарапшылар Қазақстанда құқықтық салада қолға алынған реформаларды жоғары бағалады. Бұл туралы Алматыда облысында өтіп жатқан процестік заңнамадағы жаңғырту, сот төрелігі және құқық қорғау қызметі тиімділігінің кепілі атты конференцияда белгілі болды. Алқалы жиынға президент көмекшісі, қауіпсіздік кеңестің хатшысы Нұрлан Ермекбаев бастаған құзырлы мекемелердің бірінші басшылары қатысты. Келелі кеңесте сотқа дейінгі тергеудің заманға сай моделін енгізіп, қылмысты тергеудің сапасын арттыру және прокуратура мен соттың рөлін күшейту мәселелері кеңінен талқыланды. Сондай-ақ сала өкілдері істерді сотқа жеткізбей тергеудің тиімділігін де атап өтті. Жаһан жаңалықтары. Бүгін Түркиядан тағда жайсыз хабар жетті. Елдің Нусайбин қаласындағы полиция жатақханасының маңында жарылғыш зат орнатылған көлік жарылды. Салдарынан 2 полицей қаза тауып, 30-ға жоқ бейбіт тұрғын жарақат алды. Бұл жөнінде CNN түрік хабарлады. Билік өкілдері бұл теракт үшін Түркияда тыйым салған Күрдістанның жұмысшылар партиясын айыптап отыр. Естеріңізге сала кетейік, кеше Стамбулдағы полиция ғимаратына 2 әйел шабуыл жасаған болатын. Салдарынан бірнеше тәртіп сақшысы жарақат алған еді. Ал шабуылдаушылардың көзі жойылды. Еліміздің оңтүстік өңірінде байқаушылардың алдағы саяси науқанға әзірлігі жоғары деңгейде. Бұл туралы Шымкентте өткен баспасөз мәслихатында сайлауды бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссияның мүшесі Қамал Бұрханов айтты. Облыста саяси доданы байқауға жәрдем көрсететін өңірлік орталық құрылған. 20 наурыз күні байқаушылар 1029 учаскеде сайлау барысын қадағалайтын болады. Қазір олар арнайы семинарларда құқықтық білімдерін жетілдіруде. Ауылдардағы учаскелерге барып көрмекшіміз, қалай болып жатыр, ауылда не болып жатыр, қалай болып жатыр. Аудан орталығында сол жерде тағда семинар бақылаушыларды сол жерге жинап біраз сұхбаттасамыз, сол жерде біраз мағлұмат береміз. Өйткені ол да өте қажет. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай жолға шыққан мәңгілік ел пойызы Жайық жағасына жетті. Оралдықтар тұтастық пен бірлік идеясын ту еткен мамандар тобын құшақ жая қарсы алды. Пойыз бұған дейін еліміздің бірқатар өңірлерінде болып, жиын саны 28 мыңдай тұрғынды қабылдаған. Тек дәрігерлердің көмегіне жүгінгендер 10 мыңнан асады. Оралдағы қабылдауларға келген жұртта да сан жоқ, әсіресе медицина, шағын және орта кәсіп салалары мен мемлекеттік бағдарламаларға қатысты көмек сұрай келгендер көп. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығын атау барысында біз өзіміздің барлық жетістіктерімізді көрсетпекшіміз. Мың өліп, мың тірілген қазақтың тәуелсіздігінің 25 жылдығы деген ол біз үшін үлкен той. Былтырғы қазақ хандығының 550 жылдығының жалғасы іспеттес. Халықпенен сөйлесіп, кездесіп, әңгімелесуге, дөңгелек үстел, дәрістер өткізуге бізде мүмкіншілік бар. Соның бәрін істеп жатырмыз.
Ауылды аймақтардағы әйелдерді бизнеске көптеп тарту қолға алынады. Бұл туралы бүгін Атамекен іскер әйелдер кеңесінің өкілдері мәлімдеді. Қазіргі кезде елімізде шағын және орта бизнесте 1.657.000 кәсіпкер бар болса, соның 646.216-сы нәзік жан иесі. Алдағы уақытта олардың қатары көбейе түспек. Қазір өңірлерде арнайы тренингтер өткізіліп, іскер әйелдердің несие алуына, жеке кәсібін өркендетуіне қолдау көрсетілуде. Осы біздің кеңес арқылы біздің аяулы жандар, нәзік жандар өз-өзіне деген сенімділікті нығайтады деп. Бар міндетіміз тек қана сөз көмек емес, бізде қаржылық көмек, іс көмек. Өңірге шамалы көзқарасымызды өзгертсек, өзіміздің ауылдастарымызға, кешегі класстастарымызға басқаша қарап, оларға демеу көрсетіп, сол біздің бас міндетіміз деп ойлаймын. Атырауда мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Парасат орденінің егері қазақтың ақын қызы Фариза Оңғарсыноваға ескерткіш орнатылды. Халықаралық әйелдер күніне орайластырылған мәдени шараны күллі атыраулықтар мен қала қонақтары зор қуанышпен атап өтті. Фариза ел жадында өршіл рухта жырымен, сыршыл лирикасымен қалды. Қазақстан халқы Оңғарсынованы парламент мәжілісінің депутаты болған кезінде ана мен бала саулығына жете көңіл бөліп, көптеген заңнамалық құжаттарды қабылдауға мұрындық болған қоғам қайраткері ретінде де жақсы таниды. Көзі тірісінде поэзия падишасы атанған ақын Фариза енді осы тұғырдың өзінің сүйікті жайығына ойлана қарап тұр. Биіктігі 9 метрге жуық алып мүсін Атырау қаласының орталық көшесіне қойылды. Асау ғасыр іріні үгіп демің, бастағанда сөнеді үміттерім. Мен тілеймін күңкіл мен ұсақтықтан сақтағай деп, даламның жігіттерін деген өлеңінің өзі күңкіл мен пасықтықтан, жаңағы даланың жігіттерін қорғау. Міне Фаризаның өлеңінің мазмұны осы. Осы мазмұнда, осы мәңгілікпен ол қазақпен бірге жасай береді. Наурыз айының ортасында қазақ аруы байқауы қорытындыланып, сайысқа түскен қыздардың ішінен ақылы мен көркі өзгелерден озық деп танылған сұлудың есімі белгілі болады. Хабар агенттігі 6 жылдан бері бұл қыз сынының басты ақпараттық серіктес болып келеді. Биыл да біздің арна шараның шарықтау шегі, жеңімпаздарды анықтау сәтін көрермен назарына ұсынады. Көрсетілім мерзімі 22 наурыз. Бұл байқаудың іріктеу сынына барлығы 600-ден астам бойжеткен қатысты. Олардың арасынан 21 ару келесі кезеңге өтіп отыр. Қазір олар қорытынды додаға қызу дайындалып жатыр. Жалпы қазақ аруы байқауы бұл тәлім мен тәрбиесі, әдемілігі мен әдептілігі ұштасқан қазақ қыздарына арналған байқау. Нағыз қазақ аруы ол тек қана әдепті бола қоймай, мақсатына жете білетін қайсар қыз деп білемін. Күнделікті 4 сағат би дұрыс жүріп тұру сабақтарынан бөлік, қыздар өз өнерлерін шыңдап, ең маңыздысы зияткерлік сынына әзірленуде. Цель проекта Жоба мақсаты қазіргі жастарға 21 ғасырдың сұлуы қандай болу керектігін көрсету. Оның сыртқы сымбатымен қатар айналасындағылармен сөйлесу мәдениеті болу керек. Әрі ақылды, жан-жақты білімді болуы шарт. Міне осындай қыздар нағыз қазақ аруы жеңімпазы болады деп ойлаймын. образованная прежде всего. Осымен 6-шы рет өткелі отырған сайыс еліміздегі ең танымал байқаулардың біріне айналды. Қазақ аруының қорытындысының хабар арнасынан 22 наурыз күні көре аласыздар. Әр облысымыздан жиналған ару қыздарымыз қатысатын көктемнің ең айтулы мерекесі қазақ аруы байқауын тамашалаңыздар. Нұржан Мергенбай, қорытынды жаңалықтар, Алматы. 8 наурыз мерекесінде ер азаматтарымыз көбіне көп гүл сыйлайды. Сол тартумен нәзік жандылар көңілінен шығуға тырысамыз. Мұнымыз қаншалықты дұрыс? Аналар мен әпке қарындастарымызды қуанту үшін қандай тарту жасаған абзал? Біз қыз-келіншектер арасында арнайы сауалнама жүргізген едік. Назар салайық. Жақсы тілекпен әдемі гүл сыйласын сол. Шама жетсе көлік сыйласын. Өзім кітап оқығанды жақсы көремін. Бір жақсы кітаптар берсе. Не берсе де барлығына риза боламын. Ең бастысы оның көңіл бөлгені маған. Семейдегі емханалардың бірінде ерекше шара өтті. Таңмен таласып дәрігерлерге қаралуға келген аналар мен аруларды күлімсіреп ер азаматтар қарсы алды. Мұндайды күтпеген әйел азаматтардың көңілі күйі көтеріліп, ризашылықтарын білдіріп жатты. Тіпті кейбірі өмірінде мұндай құрметті бірінші рет көріп тұрғандарын айтады. Алғаш келген 50 азаматшаға құттықтау қағазы мен гүл сыйланды. Айта кетейік, семейлік дәрігерлер бұл шараны осымен 3-ші жыл қатарынан ұйымдастырып келеді. Поликлиниканың атынан алып тұр екен, жақсы гүлді бірінші рет таңертеңгі мезетте қуанып тұрмын. Шынын айтқанда, әлі балаларымды құттықтаған жоқ. Ризамын.
құттықтауды дәстүрге айландырдық. Жәнегі емхананың есігінен кірген уақытта оң позицияға және әйел адамдарымыз күліп жүрсін деп емханаға тек қана профилактикалық себептермен келсін деген мақсатпен осы шараны өткізіп отырамыз. Ананың сүті бал, баланың тілі бал. Елордада менің анам атты кішкентай бүлдіршіндердің сурет көрмесі өтіп жатыр. Онда мектеп оқушылары аналарына деген ыстық сезімдерін түрлі түсті бояулар арқылы жеткізуге тырысқан. Бірі ананың жарқын келбетін салса, енді бірі табиғат кескінін бейнелеген. Бөбектердің шығармашылығын ата-аналары мен ұлттық мұражайға келген меймандар тамашалады. Домбырамен күй тартылып, ардақты аналарға арнап бірнеше тілде өлеңдер оқылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бәрінен де суреттердің көркемділігі емес, балалардың ниеті маңызды. Айналайын ақанам, жарқын жүзді жананам, сендей болсын бар адам, сендей болса бар адам, шаттық кетпес баладан. Мынау суретім өз анама салдым, өйткені мен анамды жақсы көремін. Мен бүкіл жердің аналарына денсаулық, зор-байлық тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын арулар. Әзірге айтарымыз осы, кеш қорытынды жаңалықтарымыз 20:00-де.